Assalamu alaikum достар, сіздер менен бирге дұрыс қадам анасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Free Fire'ның бұлығын ашатын боламыз. Яғни Free Fire'да арабша жазылған сөздерді аударамыз. Мысалы, бізге осындай переводчик көмектесетін болады. Фото арқылы переводтайтын өте сапалы переводчик. Ал енді кіреміз. Мені біз араб сөздерін алдық, енді Рафа в том дейді. Біз енді осы сөздің мағынасын Google'дан іздеп көретін боламыз. Яғни Рафа деген мені біз үсіп бөліп алдық. Аудару үшін енді Рафа дегенді біз қазір Google'дан іздейтін боламыз. Біз алдынан аударып алған тұрмыз. Мені осы бізге Рафа деген керек болады. Рафа деп іздедік. Осындай Рафаэл Надал деген шықты, бізге керек емес. Мені Рафа Википедиясын ашамыз. Мені ашылды. Рафа деген мені Библия деген тұр. Яғни Библия, яғни христиандардың кітабын айтып тұр. Біз енді осы Рафаны іздейтін боламыз қазір. Осы Рафа Саулдың баласы. Яғни мені астына тұр. Рафа Денис Патан Бүрбәлі деген Саулдың есі. Ал енді Саулды іздейтін боламыз. Кешіріңіздер. Біз соның айтпақшы копировать етіп алдық. Ал енді сол копировайтын біз қоятын боламыз. Бағанағы сөздердің аудармасын қоятын боламыз. Мені таңдадық. Қазір толық айтатын болады Саулдың баласы екенін. Мені мына жерден толық оқыса болды. Әр адамдар мені Рафа бұл Саулдың ұрпақтарының бірі. Ал енді біз осы Саулды іздеп көретін боламыз. Мені осы переводчик Google переводчик алдай береді, бірақ Яндекс алдамайды. Мені Саул дегеніміз Библиядағы адам, яғни персонажы. Мені осы Библияның персонажы. Библия деген христиандардың кітабы, мені мына суреті. Яғни түйінетін болсақ, араб тілі арқылы бізге Библияны насихаттайды деген сөз. Яғни сол мені деп бағананы көрсетіп тұр. Енді біз келесі сөздерді аударатын боламыз. Мені кірдік. Қазір енді фотоны таңдайық. Бағана фотоны таңдаймыз. Мені біз енді мынаусын аударамыз. Translate газ. Рекламаға мәлімет қойыңыз. Мені наливат скотобойная дейді. Қазір біз оны сіздерге түсінбейтін болсаңыздар, қазақшасын аударып, нақты. Мені біз енді қазақ тілін таңдаймыз. Қазақ тілі таңдайды. Экран сарғайып қалса мән бермеңіздер. Бұл асығыс түсірілген видео. Кюброның видеосынан көрдік, енді біз соны нақты жеткізетін боламыз. Сол Кюброда айтып кетті, бірақ ол Кюброның аудармады. Біз енді фото арқылы аударатын боламыз. Қасапхана құйын іздеп тұр. Яғни бұл бағана сөзге, яғни қасапхана деген. Енді былай нақты қарайтын болсақ, яғни қасапшы дейді, мысалы соятын сондай адамды айтады. Сол сияқты араб тілінде қорлауы мүмкін, ол енді біздің тілімізді біз енді сөзмен жеткізе мүмкін емес. Енді өздеріңіз түсінерсіздер. Тағы да басқа несін аударып көрейік. Былай түсінуге болады. Жаман жынын келіп тұр мына сөздерінен кейін. Мына сіздердің көздерін іште аударып тұрмыз. Міне қазір транслейт деп көрейік. Кәдімгідей араб тілінде бізде мысалы болады. Біз Құранды араб тілінде оқимыз, мағынасын түсінбесек те, соның несін оқимыз. Мені жүргізбе кіріс деп тұр. Яғни несін, кейбір мағынасын түсінбей оқиды деп ойлайды олар ше. Сол оқуын оқимыз. Кәдімгі сода бізге оқу арқылы бағанағы нені мағыздап отыр десек те болады. Жүргізбе кіріс. Өте түсініксіз сөз. Орысшасын не вадить, что вы. Ал енді біз осыны талқыға салатын боламыз. Өте жымын келіп отыр. Енді осыдан кейін қалай Free Fire ойнайсың? Біздің қасиетті ислам дініміз не істеп қорлап отыр. Мен Кюброның несіне өзінің сообществосына ВК-да жібердім. Кәдімгі оны шығара ма білмеймін, оны бір өзі біледі. Сода толық айтқан тұғым. Егер оны шығармаса, мен осы комментарийге жазып кететін боламын. Не жазғанда сода да айтып кеткен болатын. Өте қобалжып тұрмын, енді шұғыл түрде түсірген сондықтан даусыма мән бермей қойыңыздар. Біз енді осы Free Fire'ын
биздин динибизди калай корлоп атканын көрсөтүүнү болобуз. Эndi Free Fire'da тек гана Free Fire'da эмес, эndi башка оюндарда да болсо ислам динине шабуул уюмдастырып жатыр. Эndi шабуул деген бул осы шабуулда Free Fire'da да көрсөткөн. Ал энди биз осы не валит что дегенде толук аударып сиздерге көрсөтөтүн болобуз. Мына жүргүзбө, сондуктан бул баганагы маанада береді. Яғни жүргүзбө, сондуктан бул дептир. Сондуктан бул деген енді жүргүзбө деген енді кәдімгі исламдын өрүлүүнү жүргүзбө деген башка жанама мағынада аударган сол сыяктуу. Себеби мына переводчиктен бирден туура сүйтүп аударады, жанама түрдө эмес. Кәдімгі солай болуу мүмкүн. Енді Free Fire'да енді өздеріңіз білесіздер, ага эле ойнойсуздар. Мен жырым кеп достарым бәрін айттым. Достарым кәдімгі бір мастерге жеткен бір досым барды. Сол аккаунтым күйсүн деп Free Fire'ın бәрін удалитип тастады. Сиздер енді өздеріңіз білесіздер, ислам диніне канча рет шабуул жасаган оюндар кездеседі биздин ортамызда. Оны ойнамай коюңуздар, кеңес берем. Осыдан кийин ойноодун кажети жок. Достарыңызга таратыңыздар Free Fire ойнайтын. Ал енді осылай біз видеомызды аяктайбыз. Енді айтылмаган нерселер көп. Енді өздеріңіз енді мына видеоға карап түшүнөрсүздөр деген ойдамын. Ал енді кош сау болуңуздар. Мен аякта кәдімгідей жыным келип отур Free Fire'га. Бетіне карауга да жыным келип отур. Ушум түшүнүңүздөр. Калады басыла, бирок өзгөчө эрекше бөлекше биздин жай. Себеби сыйкыр көпүр бар арада арасында. Түсүнүп ал, сезинип ал, менен болады өмүрүң бал. Кабылдап ал, огонуп ал, бул жолу айтканым келеді дәл. Себеби экөөбүзгө не керегин билемин. Алыстамай сондуктан жанымда кал, жаным ау. Сен уайымдама, түсүнөтүн мен гана, ал мени тек сен гана. Тек сен алаңдама, сенчи маган, келчи маган. Әндетемін сені сағынғанда, теңетемін аппақ атқан таңға. Жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Әндетемін сені сағынғанда, теңетемін аппақ атқан таңға. Жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма. Әдетте сені берік беру керек жүрекке, көрейік сүйіп от сезімге жанып күйіп де. Қолымнан ұста сеніп жаным маған еріп көр, жетелеймін екеумізді тек биік-биікке. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл. Себебі сені ғана шын жүрекпен сүйемін, сондықтан алыстамай жанымда қал, жаным ау. Сен уайымдама, түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана. Тек сен алаңдама, сенші маған, келші маған.